біз алдындары бір өлшемді қарапайым массивтерге есептер шығару барысында осы массивтің ішіндегі элементтердің суммасын тап, немесе осы массивтің ішіндегі элементтердің ең үлкенін тап, ең кішісін тап, немесе элементтерді өсу ретімен кему ретімен орналастыр деген сияқты түрлі есептер шығарған болатынбыз. Сол сияқты есептерді біз осы екі өлшемді массивтер үшінде орындай аламыз. Мысалға бізге берілген А матрицасының ішіндегі бүкіл сандардың қосындысын табу керек болатын болса, қалай істейміз? Қосындысын табуға арналған, қосындыларды жинауға арналған S айнымасын ашамыз, суммаға арналған. Одан соң алдын көрсетілген әдістер арқылы цикл for'ды кірістіру арқылы элементтер тереміз. For I in range len A деп жазамыз. Одан кейін for G in range len AI. Бұл не деген сөз? Матрицаның ұзындығы қанша? 3 элементі бар, сонда 3 рет айналдырады. Әр айналған кезде оның ішіндегі жеке-жеке кезекпен жолдарды тереді. Сол жолдардың ішіндегі элементтердің индексін G-ға сақтайды. Одан кейін біз осы S деген айнымалыға қосып жіберу керекпіз. А-ның ішіндегі иінші жолда тұрған G-ші элементтің мәнін қосып жіберсек болады. Сонда ең соңында print S дейтін болсақ, бізге осы сандардың суммасын шығарып береді. 27, дұрыс па? 1, 2, 3 қосындысы 6-ны береді. Мына 4 қоссақ 10, 15. 15-ке қосамыз 1-ді 16, 21, 27, дұрыс. Немесе мен жаңа көрсеткен екінші түрі, яғни біз range функциясын қолданбаймыз, бірден матрицаның өзіне және матрицаның ішіндегі жолдың өзіне тікелей жүгінеміз. Ондай жағдайда біз А-ның ішіндегі иінші жолдағы G-ші элемент деп айтпаймыз. G деп просто жаза саламыз. Себебі бұл жерде G элементтің өзіне ссылка жасап тұр. Жаңағы жолы I мен J бұл жолдың индексі және жолдың ішіндегі элементтің индексін білдіруші еді. Ал бұл жерде мен range қолданбағам, сондықтан индекс емес, элементтің өзіне бірден тікелей ссылка жасалып тұр. Бұны бассам тоже 27 деп дұрыс жауабын шығарып береді.